әзірше бар жерімізге иелік етіп алайық ағайын, ар жағын Аллаға тапсырайық. Аллаға тапсырып 32 жыл отырсындар ағайын. Бұлар қазір мына имамдарды өздерін қол шоқпарына айналдырып халыққа мүйіне құйып жатыр. Саясатқа кірмеңдер, шыдандар, сіздерге сағаларын ақыретте аласыңдар деп. Дәл сол уақытта жаңағы 350 миллиардты басқасын жеп, тонап жатыр. Сондықтан күтетін ештеңесі жоқ. Ие болу мына түрімізбен, мына отырған беттегі, біз ие бола алмаймыз неге елімізге. Өзгеріс керек бізге. Қазіргі уақытта территория үлкен роль атқармайды. Бұл жерлерді қайтарудың қажеті жоқ. Бар нәрседен айырылып қалуға болады дейді Қазақ Республика. Оған жауап беріп жатыр. Сол ғой Астрахан, Орынбор, Омбы, Төменді, Саратов, Самараны қосқанда ол жерлерде 35 миллион адам тұрады. Оларды қосса бағу қиын. Келіспеймін достар. Мысалы Астраханда, Орынборда газ, мұнай бар, оның қызығын сол жергілікті халық көріп отқан жоқ. Оның қызығын көріп отыр Путиннің қасындағы ұрылар, біздің жаңағы Назарбаевтың нелер сияқты. Қанша мұнай сатып жатырмыз, 90 миллион мұнай шығарып, оның ешқандай пайдасын халық көріп отқан жоқ. Біз деген билікті қолға алу керек. Мына жаңағы 10-12 жобасы аймақты қайтару жөнінде жұмыс жасау керек. Ал бұлай отыра берсек, осылай сорлап отырамыз, қарызға батып, біз деген ұрпақтарымызға қарызға батырамыз ағайын. Ең мәселе неде жатыр? Мына түрімізбен. Астрахан бойында 12 ата байұлы Астрахан әуелден қазақтың жері. Енді Астрахан болсын, Орынбор болсын, мысалы Орынборда менің ата-бабамның жаңағы тамдар жатыр, ол ежелгі қазақтың жері. Астрахан болсын, жаңағы айтқандай, Саратов, Волгоград, Қорған, Төмен, Челябі, Омбы, Екатеринбург, Тройц, бүкіл жерлерде қазақтың жаңағы рулардың тамдар жатыр, ол біздің ежелгі жеріміз. Орысқа ешқандай қатысы жоқ, орыс деген ұлт жоқ. Не слушайте провокаторов, за этой провокацией стоит другая цель. Қазақтар Қазақстанның жеріне, тілімізге ие болып алайықшы. Мына сүмелектер, мына түрімен қазақтың жеріне, қазақтың тіліне ие бола алмайды. 30 жылда қазақтың тілі бір қадам жылжыған жоқ. Орысша сөйлеп жатыр, манкурт халықтың жартысы, ал енді Қытай кірсе, біз Қытай болып кетеміз. Сондықтан мен ұсынып жатқан идеяны қабыл ал, қазағым, керісінше мына жерде сүмелейіп тұрғанша біз экспансия жасаймыз. Мына Ресей құлдырап жатыр, ал бұны пайдаланбауға біз үшін үлкен күнә, мына ұрпақтардың алдында үлкен күнә. Ресей ыдыраса, сол жердегі қазақтар жерімізбен бірге Қазақстанға қосылуға ниет ету қажет. Мен Асылжан Әбдіхалық айтайын. Ресейдегі қазақтар түгілі Қазақстанның қазақтары мәңгүрт болып кеткен. Мына жігітке мында бір алғыс. Мен бұны көріп тұрмын, мен айтып жатырмын ғой, әскерде болғанда Сараттың жігітімен соған елестеп тұрмын. Сол жаңағы әскерде болғанда дәл осындай жігіт, Вася, Петя, мынау орыс деген ұлт жоқ деймін, достар. Мынау қазақ. Мынаған бұнда бір рахмет, бұл мінекі жан айқайын естіп жатыр. Қазақтар өз ежелгі жерінде қайтарында дейді. Қайтарында қойын. Всем привет! Сегодня я хочу обратиться к братьям Казахстана. Казахи, салам алейкум. Я астраханец, вырос и родился в Астрахани. У меня к вам большая просьба. В связи с нынешними событиями, вы все знаете, что сейчас творится в Белгородской области, наши люди очнулись и начали освобождать собственные территории от путинских ублюдков, от путинских захватчиков и фашистов, Z-патриотов. Так вот, казахи, Астрахань является исконно казахской землей. Пользуйтесь случаем, освободите ее, пожалуйста, от фашистской власти Путина, который загубил все наши земли, который сделал все для того, чтобы наши старики, дети и просто люди жили в полном дерьме. Богатейший край, где течет река Волга, где есть дельта Волги, недалеко от нас Каспийское море. Все просрали. Мы живем в полном дерьме. Верните, пожалуйста, свои земли назад и сделайте так, чтобы наши граждане
процветали при нормальной власти. Спасибо большое. Астрахан халқы, Саратов, жаңағы аталған аймақтардың кім болса да келіп босатса, олар бақытты болады. Қазақтың қарамағында, себебі қазір мынау Путин орыспын деп жатыр, ол орыс емес. Мынау орыс деген халықты масқара азаптап жатыр. Сіздер білмейсіздер, қандай қинап жатқанын. Бұлар айтады, поным дерьме дейді. Бұларда ешқандай болашағы жоқ. Арақ ішетін себебі де сол, бәрі құлап жатыр. Өмір бар тек Мәскеу, Петербургте, және де миллион бар халықта, қалған Ресей осылай быт-шыт болып жатыр. Сондықтан олар қазақ түгілі Марстан біреу келіп Путинді құртса, соған нетеді, олар табынады, нетеді. Сөйтіп, бұл жерде енді қазір мен идея өзім ойымда қазір сұрақтар болады, соған сәйкес жеткізуге тырысамын, бұл жерде алға секірмей ақ қойып. Сондықтан мынау, ал енді анау Ресей ыдырағаннан кейін, бір күштер пайда болады. Сондықтан анау біз уақытында кіруіміз керек, уақытында, кеш болып қалмау керек. Мынау табиғат жоқтықты жақтырмайды дейді. Природа не терпит пустоты. Егер біреулер басып алса, аймақтарда шығып алса, онда кеш болады. Онда сен күтпе, сарғай, 100 жыл күтесің ба? Мінекей тағдырдың қазаққа тағы да беріп тұрған мүмкіншілік. Алла тағала қазақты жақсы көреді негізінде. Мінекей уақытымен еркелетіп мүмкіншілік береді қателіктерді түзетуге. Пайдаланайық. Украинаға басып кірген уақыттан бастап айтқанмын, қазіргідей оңтайлы уақыттай ұтымды пайдалану қажет. Бабаларымыздың табанының табы қалған Астрахан, Орынбор, Саратов, омбыны қайтарып алуымыз керек депті Қалампыр Жорабаева. Мінекей қазақтың батыр қызы дұрыс айтады. Мен де осындай ойдамын. Бұл сіздер түсініңіздер, біз біреудің жеріне агрессия жасап қылмыс деп отқан жоқпыз. Біз мінекей жерімізді қайтаруымыз керек. Біз міндетпіз. Мынау украиндар 2014 жылы айырылып қалды ол жерден. Олар күтті, дайындалды, мінекей сәті түсті, бастады мінекей қазір несін олар, контратакаларын. Олар қайтарады. Олар жаңағы шекараға дейін барады да, ары қарай бармайды. Ары қарай Ресей құлдырайды, азамат соғыс болады. Осы уақытта мен дәл қазір деп тұрған жоқпын. Мынау қазір ол басталады, процесстер жүреді, бір уақыт, жарты жыл ма. Біз соған дайындалуымыз керек, ағайын. Міне не деп жатыр. Мен қазір сұрақтармен тағы да айтамын, сонда жауап беремін, сонда түсінесіңдер ойымды. Как говорится, правду не утаишь, правда все равно всплывает. Он прав, Астрахань, казахская земля, исконно казахская земля. И не только Астрахань, еще много земли находится в так называемой России. Россия фейковое государство, это государство построено на штыках. Они отбирали земли, поглощали этносы, русская нация, искусственная нация. И приходит к своему историческому, логическому завершению вот это все недоразумение в виде Российской Федерации, русской нации. Асылжат правильно говорит. Ержан бауырым, сен айтқандарың бәрі дұрыс, бірақ оны жүзеге асыру үшін біздің қазіргі саяси жүйенің өздерін толықтай өзгертуіміз аса маңызды. Және бастысы билік басына өте сауатты әрі білімді ұлттық мүдденің аясында жұмыс жасайтын ұлттық патриоттар келулері аса қажет. Сонда ғана әрі көлемдегі бас біріктіру іс-әрекеттерін іс жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік болады. Қалған әңгімелер фантазиялық ертек екендігі бесенеден белгілі қияли дүние. Мінекей, қияли дүние, фантазия өзінің сөзін рахым. Анау қазір бізде билікте бір өзгеріс, жаңағындай маңдай адам келеді деп. Біз билікті тек осы жаңағы мен айтып жатқан тактикамен аяқ астында шабуыл жасатып қолға алу керек. Ал сіз атап жатқан адамдар мінекей тұр, қарамағыңызда мінекей халық таңдау партия 1700 адам кадр бар. Мен ниеттес команда іздеп жатырмын. Бұл жерде мен кадр әскерді кіргіз барып басып ал деп жатқан жоқпын ғой. Бәрін жаңағы өзінің тәртібі болады, достар. Бәрінің тәртібі болады. Бәрінің өзі мынау тәжірибе бар, дүние жүзінде жинаған. Менің мақсатым қалай? Біз қазір билікті шұғыл түрде басып алуымыз керек, билікке ие болу керек. Сосын бізде әскер бар, арнайы қызметтер бар, барлау бар. Солар жаңағы жоспар жасау керек. Мынау аталған аймақтарда қазақтар бар, олар өздері шығады. Астрахан халық республикасы деп бір Саратов, Волгоград. Ал жалпы бұлай оны аймақта қазақтардың басын қосу жұмысын ол біздің барлау қызметтері жасау керек. Мысалы бізде 3 ай сайын, 2 ай сайын Тоқаев бәріне орден жасап береді, генерал атағын береді. Не үшін? Халықпен басып жүрген үшін, халықты қырып жатқан үшін. Тағы да айтамын, табиғат мынау жоқтықты көтермейді. Природа не терпит пустоты. Әскер, мынау арнайы қызметтер не шетелде жұмыс жасайды, не халықпен жасайды. Біз билікке келсек, олар
шетелде жұмыс жасайды. Мынау аталған аймақтарда сонда жұмыс жүргізіп, халықты көтеріп, Алаш республика деп жиын өткізеді да, сол жерден ұран тастайды. Қазір башқұртын жігіттер жүр, татарлар жүр, чешендер, үңғыштар, басқа эрзе дейді. Біз естімеген 190 ұлт бар, 190. Мен олармен 5 форумдарда болдым, шетелде, Брюссельде, таза Европарламентте кездесіп жатырмын. Қараңыздар. Мен қазақтардың атынан сол жақта сөйледім, айттым, біз мүдделерін бар, осыны ұмытпаңдар, 10 аймақты мен қазір белгілеп жатырмын дедім, қазақтың жері. Әйтпесе біреулер жаңағы Дальневосточный республика ашамыз дейді, Саратовский республика ашу деген мүмкін. Ол керек жоқ бізге. Мына айтаған аймақтарда қазақтың Алаш республикасы, қазақ Алаш республикасы деп атау керек та, сосын олар бізге шағым түсіреді. Біз олармен шартқа тұрамыз, қазақ мемлекеті. Оларды мынау азаматтық соғыс болып жатқанда олар айтады, бізге жәрдем жасаңдар бауырлар деп. Сөйтіп біз олармен жаңағы шартқа отырғаннан кейін бейбіт жаңағы сақтайтын әскер кіргіземіз шекараға ары қарай. Бұлар біздің шекарамен тұр ғой. Ар жақ шекарасынан 10 аймаққа әскер 80 мыңды ма 300 мың қылу керек та, шекараны қою керек та, жауып тастау керек. Себебі Вагнер деген жаңағы бандиттер бар, мынау Кадыровтың жаңағы нелері бар, басқа шығады қазір олардан. Ана сөйтіп біз мынау ежелгі қазақтың жерін жаңағы халқы Алаш республиканың туын көтергеннен кейін біз міндетті боламыз. Ол жаңағы заңға да сәйкес келтіреміз, ақымақ емес, заң жақсы білеміз. Қазақстан мынау ООН миссияларын атқарған, голубой каски тәжірибе бар, біздің жігіттерде әскери. Сөйтіп ООНды да қосамыз, Америка да бізді қолдайды. Мына кімдер қолдайды, Евросоюз да қолдайды. Мына жігіттермен де әңгімелесеміз, бірге жұмыс жасаймыз. Қазір бәрі де мүдделі. Мынау Ресейдің ыдыраған бәрі де мүдделі. Бұндай жағдай 1000 жылда бір келеді. Біз осыны жіберіп алсақ, онда біз нағыз оңбаған, қазақтың осы тұратын уақыттағы нағыз оңбаған қазақ боламыз. Ата-бабам бұл жерді кезінде сатып алған жоқ қой. Қай болса да шаршы метрін қанмен алды, қанмен. Сондықтан мынау бір ынжықтарды тыңдап, бейт, мына жақта Тоқаевпен бір нәрсе қылайық, Тоқаев мал, Тоқаевтың көтін иіскеп жалап жүргендерге қазақтың саясатын жасатуға маңайына жолатуға болмайды, ағайын. Мінекей, қысқаша менің ойларым.